Ассаламу алейкум қазақ елі. Биыл 2020 жыл еліміз үшін елеулі жыл болып отыр. Ұрпағының ұранына айналған әулие, ұстаз, пір Бекет атамызға 270 жыл толып отыр. Осыған орай Маңғыстау облысының Бекет ата мешітінің бас имамы Әнуар Ізімбайұлының ұйытқы болуымен Маңғыстау өңіріндегі барлық мешіттерде Құран хатым жасауды ұйғарып отыр. Қабір ол пенденің ақырет күніне дейінгі мекені болғандықтан, онда жатқан ата-бабаларымызды, дін бауырларымыздың қабірлерін зиярат етіп, олар үшін Алладан истиғфар тілеп, дұға ету, және де оқыған құрандарымыздың сауабын бағыштау әрбір мұсылманның міндеті емес пе? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дүниеден өткен кісілерге жақсы ізгі амалдарыңыздың сауабын жолдауға рұқсат бергендігін негізге ала отыра, 19 ақпан күні Бекет ата бабамыздың басына зират жасап, және де осы Құран хатымызды бағыштайтын боламыз. Аллах тағала елімізге тыныштық, дінімізге қуат, отбасыларымызға ынтымақ бірлік береке берсін ағайын. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم